Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Жасалу жолы ерекше әрі дәмді қытырлақ болып шығатын қаттаманың рецептісін ұсынамын. Келесі видеомда осы творожный пирогтың рецептісін шығаратын боламын. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі су. Судың үстіне тұз бен разрыхительді салып, үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бұл қамырды тағы бір рет илейміз. Сол кезінде иі қанған қамыр өте әдемі тегіс болып жайылатын болады. Міне тағы бір илеп қойдым. Енді бұл қамырды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Ерекше қытырлақ болып шығу үшін арасына ұнмен бірге крахмал қосамыз. Менде 2 ас қасық крахмал мен 3 ас қасық ұнды қосып жақсылап араластырып, енді осы қамырымызды жаятын боламыз. Міндетті түрде крахмал қоссаңыздар өте қытырлақ әдемі болып шығады. Енді барлығын жұқа етіп жайып болған соң, үстіне ертілген сары майымызды жағып, осына көк пиязымызды майдалап жақсылап турап болған соң, үстіне себеміз де видеода көрсетілгендей орап шығып кесеміз. Менде 2 қамыр болған соң, 2 зуаладан мен 4 шығардым. Сіздер 3 зуала қып істесеңіздер де болады. Осылай қолымызбен жасап шығамыз да оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Барлығын жайып болған соң, сковородкамызға 2 ас немесе 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, қаттамамызды салып, бетін жауып, орташа отта пісіретін боламыз. Екінші жағында кішкене май құйып, осылай бетін жауып пісіретін боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет қытырлақ болып шығады. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер менің видео рецепттерім ұнаса, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да біліп жүретін болады.